Қайырлы күн баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі тез, оңай жасалынатын пирог түрін көрсететін боламын. Менің арнама жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл пирог өте оңай, бір жұмыртқамен жасауға болады. Таза ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып, үстіне 150 грамм қантымызды салып жақсылап араластырамыз. Және үстіне сүт құйып бәрін араластырамыз. Керекті мөлшерді төменге жазып кетемін. Және 3 ас қасық сұйық май құйып тағы да араластырамыз. Ендігі кезекте біз 250 грамм ұнымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Өте қою, өте сұйық емес, орташа маста шығарамыз. Және үстіне бір әзіл хетел салып жібереміз. Массамыз дайын болды. Алдымен мейізімізді жылы суға салып тазартып аламыз. Осындай форматысымызға пирогымызды құйып болдық. Мен мейізді көп салмадым, кішкене ғана салдым. Мейіздің орнына жаңғақ, әртүрлі дәндерді қосуға болады. Қалауларыңыз бойынша. Осылай барлығын салып шықтым. Алдын ала пешті қыздырып қоясыздар. Бұл пирог пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіп шығады. Пирогымыз пісіп шықты. Әдемі болу үшін қант ұнтағын себеміз. Сіздер енді сепсеңіз де, сеппесеңіз де болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Пирогымыз өте үлкен, әдемі, пышный болып пісіп шықты.